Сәлем, амигос. Бірінші видеороликте саған американский YouTube каналды қалай ашу керектігін көрсеттім. Енді саған американский нишаны таңдауға көмектесетін боламын. Мен қоса саған видеороликті қалай жасау керектігін осы бейнероликте көрсетіп айтып беретін боламын. Бұл нишаны бастауға сенің қолыңнан келеді, себебі оқушының өзі бұл іс-қимылды істей алады. Шайынды дайындап, назар сал. Американский нишаның аты What the fuck деп аталады. Яғни достар, Mr. Beast'in превьюларын, яғни картинкаларын алады да осындай анимация жасайды. Яғни картинканы видео ретінде жасайды. Әрине бұл жақта бізге жасанды интеллект көмектесетін болады. Осы бейнероликтарды саған қалай жасау керектігін қазір көрсететін боламын. Конкурент ретінде бізде 4 арна назарымызда бар. Бірінші Odyssey, мына екінші канал, үшінші канал және төртінші канал. Осы барлық каналдарды сіз мен Telegram группамнан таба аласыздар. Мына конкуренты деген асы жақта мұны көрсетілген. Осылар кіріп өзіңіз видеороликтарды көріп кетсеңіз болады. Яғни примерно қалай жасайтынын көріп, сізде содан қайталасаңыз болады. 4 арнадан сол шұбылайтын нұсқауында 4-інде монетизация қосылған. Айына бұлар минимум примерно $300-400 жоғары табады. Жасанды интеллектінің аты Luma AI деп аталады. Сілтемесін тоже Telegram группадан таба аласыздар. Бірінші бізге бұл жақта регистрация жасап кету керек, яғни Try Now-ға кіреміз. Одан кейін өзіңіз Google аккаунт арқылы кірсеңіз болады. Кіргеннен кейін достар сізге тегін түрде 30 күнге беріледі, бірақ та подписка сатып алған жөн. Мына жерде жылдық деген бөлімге өтеміз және де мына жақта осы Lite пакетін сатып алсаңыз болады. Небәрі $10 тұрады. Бұны сіз Каспий Gold арқылы төлесеңіз болады, немесе Халық банкінің приложениесін төлесеңіз болады. $10 бір жылға алған бұл өте тиімдірек, сондықтан сізге осы пакетті ұсынамын. Видеороликті жасау үшін мысал ретінде біз Mr. Beast'in каналына кіретін боламыз. Ол жақта бір кез келген превьюді жазып алатын боламыз. Мысал ретінде маған мына превью қызық болып тұр, осыны басамын. Және де сіз өзіңіздің браузеріңізға VidIQ расширениясын жазып алу керексіз, өйткені мына жақта сіз дайын превьюларды жүктей аласыздар. Мысал ретінде мен мына превьюді сохранить картинку как дегенді басамын. Рабочий столға сохранить ететін боламын. Және де екіншісінде жазып алсам болады, тоже сохранить картинку и рабочий столға сохранить етемін. Енді қайта Luma AI сайтына өтетін боламыз. Create дегенге бөлімге кіреміз. Мына жерде мына картинка тұрған түймені, яғни рисункты басамыз. Одан кейін мына жақта бана фотомызды таңдаймыз. Мысалы осы фотоны таңдаймыз. Одан кейін мына жақта стрелканы басып уже генерация жіберуге болады. Бірақ та достар, видеоңыз нормально шығу үшін, әдемірек шығу үшін, ешқандай корявыйсыз, онда сізге бұл жаға описаниясын жазып кету керек. Яғни детально сіз өзіңіз жазып кету керексіз. Бұл фотода қандай іс-қимыл болады. Әрине біз переводчикті қолданатын боламыз. Разгорится огонь, человек возьмет в руки топор. Ағылшынша текстті скопировать етіп аламыз және де описаниясына қоятын боламыз. Мына жақта птичкаларға назар аудармай қойыңыз, мен сияқты қойып қойыңыз и на стрелканы жоғарыға басасыз. Сіздер достар жасаған видеоңыз 5 секунд қана болады. Сондықтан сізге осындай 15 видеоролик жасау керек. Міне мен осы уақытқа дейін қаншама видеороликтар жасапсам, мен каждый 5 секундта маған уже осылардан бір видео шығарсам болады. Нәтижелерін қазір бірге көретін боламыз, сондықтан бейнеролик соңына дейін көріңіз. Және де достар тағы да 2 фотодан бір видео жасауға болады. Мына бірінші фотоны таңдаймыз және де бізге екінші фотоны таңдаймыз. Яғни бір-біріне ұқсас фотолар таңдайтын боламыз. Таңдағаннан кейін бұл жақта ешқандай описание жазып керегі жоқ, тек қана стрелканы басамыз. Міне бірінші видеороликтің нәтижесі, бірақ та бұл жақта біз айтқан нәрсе, яғни топорды қолына алған жоқ. Сондықтан қазір мен тағы да бұл жақта редактор ретінде дұрыстап жазатын боламын. Екінші видеороликтің результаты міне осындай болды, яғни переходмен жасалды, бірақ та бұл тоже корявый болып қалды. Мысал ретінде 2 фотодан бір видео шығарған результаттарды қазір сіздерге көрсететін боламын. Мысалы мынау. Яғни суға батып кетіп, судың жағасына шыққандай осындай видеоролик шыққан болатын. Екіншісі мынаның артында бірінші фото, екіншісі мынандай екінші фото шығады. Бұл да кішкене қызықтырақ, чем бағана біз жасағаннан қарағанда. Мысал ретінде мына бейнероликті тоже описаниясын толықтай жасаған болатын, и мынандай видеоролик қызықтырақ болып шыққан болатын. Мысалы мына бейнероликті қараңыздар. Түрлері вообще өзгеріп кететін болады. Мысалы мына бейнеролик тоже қызықты болды. Арт жағынан біреу келе жатқандай. И бірінші видеороликті қараңыздар.
та біздің өзгеріс жасаған видеоролигіміз дайын болды, бірақ та қайткенмен дәл топорды қолына алған жоқ, яғни балтаны. Аяқ жағында мынандай қолына топор алынады, бірақ та көріп тұрғанда коряво болып қалды. Яғни описаниясын дұрыстап жазу керек, сол кезде бізде качественный видеоролик шығатын болады. Бірақ та айта кетсек, достар, бұл жақта видеороликтер тоже корявылықтары бар, сондықтан бағана видеороликтарды негізі жасағанға жарайды. Енді бұл видеороликтарды жүктеу үшін просто download деген түймесін басасыздар, болды, сізді бірден жүктеп беретін болады. Каждый 2-5 мегабайт қана болады. Бәрін жүктеп аласыздар да, кез келген видеоредакторды қолданатын боласыз. Сол видеоредакторды каждый бәрін бірге қосасыздар да 1 минут 15 секундтық видеоролик шығарасыз. Және де кез келген без авторский фонограф музыканы қосасыз. И бұл видеоролик шығарасыз да, және де өзіңіз арнаңызға жүктейтін боласыз. Күн сайын бір видеороликті шығарып отырсаңыз, кейін түбінде нәтижесін алатын боласыз. Сұрақтарыңыз болса комментарий жазып кетіңіздер. Келесі көріскенше.